Қайырлы күн, балалар. Мен зерде мектебінің мұғалімі Ұлдарбекова Нағима Иманжанқызы 3-ші сынып оқушыларына қазақ тілінен сабақ өткіземін. Бүгін біз сын есім туралы алған білімдерімізді қайталап, еске түсіреміз және сын есімнің негізгі туынды түрлерін анықтауды үйренеміз. Балалар, мына суретке назар салыңдаршы. Не көріп тұрмыз? Иә, жас достар, су жағасында жайқала өскен өсімдік әлемі көз тартады. Бұл туралы екінші жаттығуда былай дейді: сулы жер, нулы жер. Ну дегеніміз қалың өскен тоғай. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Не себепті өсімдіктер жайқала қалың болып өсіп тұр? Дұрыс, балалар. Оған себеп су екен. Балалар, мен су туралы бекер әңгіме қозғап отырғам жоқ. Өйткені біз қазақ тілінен келесі жаңа бөлімді бастағалы тұрмыз. Бұл бөлім су тіршілік көзі деп аталады. Бұл бөлімде суға ерекше мән бере отырып, оның қасиеттерімен кеңірек танысамыз. Енді өткен сабақты еске түсірейік. Сын есім заттың несін білдіреді? Дұрыс. Түрін, көлемін, түсін, сапасын, дәмін, пішінін білдіреді. Сұрақтары: қандай, қай? Естеріңе түсті ме, балалар? Ендеше тағы да бір мәселені еске түсірейік. Сын есім құрылымы жағынан нешеге бөлінеді? 2-ге бөлінеді. Дара, күрделі. Дара сын есім дегеніміз қандай еді? Еске түсіру үшін мысалға назар аударайық. Көк, таза, ұзын, ауыр, жылы. Келесі: күрделі. Көкала, ақ түсті, ұзын бойлы, қолаң шаш, ауыр салмақты. Айырмашылықты байқадық па? Иә, дара сын есім бір сөзбен айтылып жазылады. Ал күрделі сын есім болса, 2 не одан да көп сөзбен айтылады, жазылады екен. Есімізге түссе, сабақты әрі қарай жалғастырайық. Балалар, мынау қандай белгіні білдіреді? Бұл жаңа сабақ деген белгі және жаңа ұғым дегенді білдіреді. Біз бүгін қандай деген сұрақты пайдалана отырып, жаңа тақырыпты ашамыз. Мынау қандай түс? Көк. Ал мынаушы? Көкшіл. Түс өзгерді ме? Өзгерді. Ендеше неде өзгереді? Сөз де өзгереді. Көкшіл. Балалар, көк деген сөзге не жалғанды? Жұрнақ. Ал жұрнақтың мақсаты неді? Жаңа сөз жасау. Ендеше біз қазір көкшіл деген жаңа сөз жасадық. Келесі суретке назар аударайық. Мынау үлкен, ал мынау одан да үлкендеу. Балалар, заттың көлемі қайтты? Өзгерді. Ендеше сөз де қайтты? Өзгерді. Сөзді өзгерткен жұрнақ қайсы? Деу. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Балалар, ұзын, ал мынау одан да ұзынырақ. Балалар, өлшем қайтты? Өзгерді. Заттың өлшемі ұзын болып өзгерді. Ендеше сөз де қайтты? Өзгерді. Ұзынырақ. Балалар, мұндағы жұрнақ ырақ екен. Балалар, сендерге бұл түсінікті ме? Енді қараңдаршы. Көк, үлкен, ұзын деген қандай деген сұраққа жауап беретін қандай сөздер? Түбір сөздер. Дұрыс айтасыңдар, мұндай сөздерді негізгі сын есім дейді. Ал жұрнақ жалғанған, түбірге жұрнақ қосылып пайда болған жаңа сөздерді не дейміз? Дұрыс. Туынды сын есім дейміз. Балалар, мұқият зер сала тыңдадыңдар ма?
Түсіндіңдер ме? Ендеше білімімізді ары қарай толықтыра түсейік. Сонымен сын есім тұлғасына қарай нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Негізгі сын есім, туынды сын есім. Негізгі сын есім деген не? Дұрыс, түбірден болған сын есім, түбір сөзден. Ал туынды сын есім дегенімізше түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сөздер. Балалар, түсінікті ме? Жарайсыңдар. Ары қарай енді біз іс жүзінде алған білімімізді қолданып көрейік. Үшінші жаттығу. Берілген сөздерді негізгі және туынды сын есімдерге топтаймыз. Кәнеки, сендерге бірнеше секунд уақыт беріледі. Қазір екі топқа бөліп жазыңдар. Қалам қағаздарың дайын шығады. Болдық па, балалар? Ендеше тексеріп көрейік. Жаңа негізгі сын есім, түбір сөз. Сулы туынды сөз. Өйткені түбірі сулы жұрнағы. Келесі ақ түбір сөз. Сүтті ол туынды сөз. Түбірі сүтті жұрнағы. Көктемгі ол да туынды сөз. Түбірі көктем жұрнағы гі. Қалың бұл түбір сөз. Жеңіл бұл да түбір сөз. Өнерлі түбірі өнерлі жұрнағы. Балалар, сендерде де осылай болса, өздерің қол шапалақтап қойыңдар. Бәрекелді, тамаша. Ал енді әрі қарай сендерді мақтай отырып жарайсыңдар деп жаттығуды жалғастырайық. Төртінші жаттығу. Балалар, бұл жаттығуда ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын пайдалана отырып туынды сөз жасаймыз. Бізге көмекке қандай сөз табы келді екен? Оқиық. Біл, байқа, көрсет, айт. Қай сөз табы? Оны білу үшін не істейміз? Сұрақ қоямыз, дұрыс айтасыңдар. Біл, қайт, біл, қайт, байқа, қайт, көрсет, қайт, айт. Балалар, бұл қандай сөз табы болды? Етістік. Біз етістіктің көмегімен жұрнақтарды қосу арқылы жаңа сөз жасаймыз. Кәнеки, бұл жерде қандай заңдылықты қолдану керек? Дұрыс айтасыңдар, үндестік. Ал сендерге уақыт берілді. Қазір біз осы жұмысты орындайық. Болдық па, балалар? Ал ендеше тексерейік. Біл, гіш, байқа, ғыш, көрсет, кіш, айт, қыш. Балалар, сендерде осылай ма? Тамаша. Біз қандай заңдылықты қолдандық? Үндестік заңдылығын қолдандық. Балалар, байқағыш болсаңдар, қандай боламыз? Білгіш боламыз. Сонымен білгіш, байқағыш, көрсеткіш, айтқыш деген жаңа сөз пайда болды. Мұндай сөздер не дейміз? Туынды сын есім. Балалар, алған білімдеріңді байқау үшін 10 сұрақтан тұратын тест дайындадым. Сол бойынша
өзара кері байланысқа түсеміз. Мұқият зер сала тыңдағандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.